Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай огонек дайындаймыз. Жасалу жолы өте оп-оңай. Қазіргі кезде осында аппетитті ашып, жаңағы ішіне сарымсақ бар, вирустан қорғап жеп дайындап, сіздер де дайындап тамаққа қосып жейсіздер. Бізге помидор керек. Менде мында 3 килограмм помидор және де 2 осындай 3 бас қызыл бұрыш керек, ащы бұрыш. Және бізге 300 грамм чеснок, сарымсақ қажет болады. 3 килограммға 300 грамм сарымсақ. Осылардың бәрін мясорубкадан өткіземіз. Мясорубкадан өткізгеннен кейін бәрін араласып, тұзын саламыз. Сонымен біздің огонегіміз дайын болады. Егер ащы болсын десеңіз, дәмі ащы болсын десеңіз, сарымсақты көбірек қоссаңыз да болады. Бірінші қызанақтарымызды сыртын тазалап, артық жерлерін алып тастаймыз. Сосын барып мясорубкадан өткіземіз. Қыздар, мінекей мен мясорубкадан өткізіп жатырмын. Арасында мына қызыл бұрышты тоже қосып жіберіңіздер. Чеснокты қосып жіберіңіздер. Қыздар, мен мясорубкадан өткізіп болдым. Енді біз қазір тұзын салып, дәмін көріп, араластырып, жақсылап араластырып. Егер де мынау сіздерге сұйықтығы осы несі қою болатын болса, бұны блендердан өткізулеріңізге болады. Арасында мысалы помидорлар несі, сырттары, қабықтары үлкен болып кетуі мүмкін мясорубкадан өткізгенде. Сондықтан да мен осыдан кейін, қазір кішкене тұрғаннан кейін блендермен тағы да бетінен өткізіп, блендермен өткізіп жіберемін. Иісі өте ащы, тамағыма тұрып қалып жатыр. Қазір тұзын салайық, мінекей. Бір қасықты салып көрейік, кішкентай қасықпен. Енді ол өздеріңізге байланысты, тұзын қалай салаларыңыз келеді, солай саласыздар. Дәміне қарап, дәміне байланысты қылдырып саласыздар. Бұны қайнатпайсыздар, осылай жай кәдімгі соктардың баклажкаларына немесе банкіге салып холодильникке қоя саласыздар. Сосын тамаққа қолдана бересіздер. Тамақ ішкенде қазіргі жағдайда осындай коронавирус, вирус, тұмау келе жатыр, соған жақсы. Аппетитті ашады бұл. Аппетитті ашады. Сарымсақ бар құрамында, помидор, қызанақтың өзі адам ағзасына өте пайдалы. Сондықтан жасаңыздар, жасау жолы өте оңай. Қарап тұрсаңыздар, просто мясорубкадан өткізе саласыздар. Тем более, егер сіздер, мен ойлаймын, мясорубкаларыңыз сізде электрический деп тез өткізе саласыздар. Жасаңыздар, қыздар, өте дәмді болады, өте күшті, ащы қылғыларыңыз келмесе сарымсақты аз салыңыздар. Мынаның өзінде мысалы ашылғы болып тұрып басылады. Соның өзінде мен біраз салдым сарымсақты. Біздің огонегіміз осымен дайын. Беретін алдында міндетті түрде шайқап құйыңыздар. Егер сіздерге ұнаған болса, менің арнама жазылыңыздар, видеома лайк басыңыздар, басқа да видеолар қараңыздар.